барынша сабырлық сақтадық. Өрде только жас қана емес, Ашахан. Өрде біраз әңгіме бар ғой, не шындап келген кезде. Түсініп тұрмын ғой. Айта берейін, Айта ғой. Шындай қалып кетпесін, ауырып қалып жүреді. Басқа ұлттың азаматы болды. Басқа елден келді. Мен кеше барынша орысша білмесем де айтар едім, это деп қайтемін сіз арқылы болса да. Мен просто өрде бірақ нәрсе менде болды да, біз қазақ өтті қонақжай халықпыз ғой. Қайтып соны ұшып келгеніне болды. Бір ауыз бір күн үндемей өткізіп сөйлемей қойшы, ертеңде күн бар ғой. Ертеңде күн бар екенін сезгендей болдым. Ол жерде жас мәселесі, конечно, үлкен. 20 жас деген не деген сұмдық, мысалы. 20 жас деген ол енді әкесімен жасты ғой. Мысалы, бірақ енді кезінде 80 жасар ата 18 жасар қызды алған шығар енді. Бірақ қазір енді 20 жас дейтін өте көп. 5 жасқа көз жұмуға болатын шығар менің көзқарасым. Енді кеше кісіге келетін болса, қонақжайлықпен ғана ештеңе демедік. Бірақ айтарым ол кісіге, біз қазақтар жалпы момын, ақкөңіл, қонақжай халықпыз ғой.